бәрін бір жаққа жинап, квадраттың ретінде келтіріп жатамыз. Кейін x квадраттың алдындағы бірінші коэффициент 10 болу үшін бәрін біріктіріп 10 жағына қарай жинаймыз. 4x квадрат минус x квадрат 3x квадрат болады. 5x квадратына жатқызсақ минус 5x минус 12x болады. Минус 12x. Бірмен бір жойылады екен. Плюс бір жойылады. Кейін 9x квадрат теңдеу болды. 3x'ті жақшаның сыртына шығарсақ 3x минус 3 тең 0 теңдеуді түріне келтірдік коэффициенттерге жіктеу. Бұл коэффициенттердің әрқайсысын нөлге тең арқылы теңдеуді шешеміз. X бірінші тең 0-ге, x екінші тең 3-ге болады. Енді біз квадраттадық. Квадраттағаннан кейін бізде түрлерінің бәрі, қатқан түрлеріміздің бәрі бірінші алғашқы теңдеудің түбір болуы мүмкін. Сондықтан орнына қойып тексеріп көреміз. Бірінші теңдеудің бірінші шешімді бастапқы берген теңдеуге қояйық. X-тің орнына 0-ді қойсақ, түбір астында 0-дің квадраты 0, плюс 0-ді 5-ке көбейтсек 0, плюс 1 тең болады 0 минус 1-ге. 1 тең минус 1-ге. Теңдік орындалмайды. Демек, x тең 0 деген бізге берген теңдеудің шешімі дейміз. Енді x-тің орнына 3-ті қойып есептейміз. X-тің орнына 3-ті қойып есептесек, түбір астында 3-тің квадраты 9, плюс 5-ті 3-ке көбейтсек 15, плюс 1 тең болады 3-ті қойсақ 6, минус 1-ге. 9 мен 15-ті қосамыз 24, 1-ді қоссақ түбір астында 25 тең болады 5-ге. Теңдік орындалды. Сонда біздің теңдеуіміздің шешімі, мұнда жауабы x тең 3-ге болады.